Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Менің есімім Аділдиев Қуаныш, Атырау қаласының тұрғыны болам. Қазіргі уақытта Жәрдем Атырау корпоратив қорының АТТ мүшесімін. Мектеп жайлы енді 2 мектепте оқыдым. 5-ші классқа дейін басқа бір мектеп, 5-тен 6-тан жоғары басқа мектеп деген сияқты. 5-ке дейін енді өте жақсы оқыдым. 6-ші класстан бастап жайлап жастықтың несі бар сөйтіп. Енді қызықты оқиға дегенде жас кезде көбіне мына Ямакаси деген кино бар ғой. Соған еліктейтін болдық. Гараждан гаражға секіріп сондай нәрсе. Аяқта сынды, қолда сынды. Енді бала кезде қызық болды, қазір енді түсініп отырып қосам. Жас кезіңізде жетістік деген сөзді қалай түсіндіңіз? Енді осы жетістік деген сөзді кеше сұрақтар маған келген кезде соншалықты ойланып көрдім, жетістік туралы ойламаппын. Жас кезімізде. Ол енді мына жерде ашық сұхбат болып жатыр. Ол нәрсені ойламаппын, жетістік деген нәрсені. Жалпы жас кезіңізде секцияларға, спорттың енді барлық түріне бардым десем болады. Өзім 6 жасында бокске бардым. Содан кейін 2000 жылдан бастап 2003-4-ке дейін таеквондода болдым, футболда да ойнадым, волейболда да болдым. Кейін күресте болдық. Например, творчествомен айналысып? Ондай болған жоқ. Бала кезде бір домбыраға қатысқаным бар, бірақ ондай диплом одан ештеңе болған жоқ. Домбырада ойнай аласыз? Жоқ, ойнай алмаймын. Басында қатыстық. Апам, өзім, әкем де, апам да ойнайды бәрі де. Сол бағытта жіберген, бірақ менен шықпады ол нәрсе. Сурет салу деген? Жоқ, вообще жоқ, суретке жоқ. Ондай жоқ. Қазір мысалы ортаңғы балам бар, өте суретке күшті, искусство. Қалай енді, мен түсінбеймін ғой, өзі бір түсінеді да андай. Сурет салу. Мен сурет жақсы салатындарға жібергенмін алдында. Бұл өнер, бұл алланың берген несі, жібер деп сондай айтты да, сол салаға. Енді сол жетістік пен арман бір ғой, ол нәрсені ойламаппын. Ол бағытта вообще ойламаппын. Мысалы, например, кішкентай болғанда мен үлкен болғанда осындай. Сол нәрсем миымнан тапқым келді, мысалы. Даже мектепте де жазған жоқ емес, жаздық қой, бірақ не жазғанымды білмеймін. Бәлкім просто жаза салдым ба. Яғни ондай бағдар ойыма келмепті. Яғни кішкентай болғанда уже үлкен кезде кім болатын ондай вообще ой келмепті. Сол қызықта, мына кеше сұрақ келген кезде, сол сұрақтан кейін ойланып тұрмын ғой, ой болмапты ондай. Жалпы өзіңіз прям Атырауның қаласынан? Атырау қаласынан, қаланың өзінен. Дінге алғаш қашан қызыға бастадыңыз? Дінге мен сол 2006-2007-нің шамасы, ең бірінші ол оразадан басталды. Жай ғана ораза ұстап көрейік, денсаулыққа пайда деген сияқтыдан басталды. 16-17 жаста баламыз. Кейін естиміз, оразаның ішіндегі тарауих деген намаз бар, сөйтіп мешітке барамыз. Сондай қызығушылықтан басталды ғой. Сізді намазға не итермеледі? Намазға не итермеледі дегенде, мен дінге қызығушылық танытқанда сразу намазға келген жоқпын. Көп уақыттар жүрдім, қарап, не істеп деген сияқты. Сөйтіп намаз оқу керек, Алланың алдында сұралатын нәрсе деген сияқты нәрселер, солар итермеледі деп ойлаймын. Жалпы, мысалға, ең бірінші дінмен танысқаныңыз қалай болды? Может, ата-ана айтқан, немесе мешітті? Жоқ, мешіт тек қана дос балдарымызбен, ортамызбен содан басталды. Сол жайлы айтасыз? Сол жаңағы басы ғой, сол 2007 жылдары тарауихқа мешітке баратын болдық. Кейін ол жайлап жұмаға ұласты. Жұмадан кейін жайдан келіп, где-то бір 10 айдан кейін 5 уақыт намазға тұрып бастадым. Дос балдарыңыз тоже? Бәріміз бірге ортамыз ғой, орта білет етеді ғой. Ал діндегі алғашқы ұстазыңыз немесе үлгіңіз кім болды или ондай болған? Ондай болған жоқ қой. Чисто осылай барып, бір үлгі тұтатынын айта алмаймын да қазір. Ондай болған жоқ ақиқат. Кітаптарды оқыдыңыз ба? Мешітте діни жоқ, ол кезде ондай көп болған жоқ. Қазір мысалы мешітте библиотекасы бар, өзінің шүкір ғой. Ондай кезде ондай болған жоқ. Енді ғана дискінің шығып жатқан кезі, енді жан жақта, ананда, мынанда деген сияқты. Бастапқыда ханафи мазхабын ұстанбадыңыз? Осы өте дұрыс сұрақ, өте керемет сұрақ. Себебі енді мен өзіме қатысты айтайын, өзім ойлаймын, не үшін бармадым, ойланамын ғой менде. Бірақ себептерінің бір себебі, ойлаймын, сол кезде мысалға білікті мамандар, ұстаздар мешітте болмағаны. Сол 2007-2008 жылдары расында білікті мамандар, ұстаздар болған жоқ. Чтобы біз оларға жолға алатындай, діни сұрақпен бара алатындай. Сол себеп болған шығар деп ойлаймын. Негізгі себептердің бірі. Ол білімсіздік, бәрі бар ғой ол жерде де. Ізденбеуіміз, өзіміздің сыни көзқарасты қоспауымыз деген сияқты. Бірақ негізгі себептердің бірі сол ма деп ойлаймын. Әрбір адам тыңдап. Ол кезде мешіттерде, қазір мысалы ешкім отырып мешітте артық басқа адам дауат айта алмайды ғой. Сол кезде айта беретін болды. Жерде таблиғи жамағат отыратын болды, қазіргі запрещен. Жерде мысалы бір дауат айтатын құттай оқып келген, мына бір ұшта құттай оқып келген деген сияқты. Бәрінде жүресің. Оларға тыйым болған жоқ ол басында. Енді мысалға мешіттегі ұстаздарға бармауымыздың да бір себебі, мысалға
біз енді намазға келгесін жаңағы фатиха сүресі, мишари рашид тыңдайсың, жаңағы фатиха сүресі бар, бірақ имам мешітте намазға шыққан кезде фатиха сүресіне қате оқитын жерлер болатын болды. Енді біз ойлаймыз, фатиха сүресінен қате болғасын, оған қалай біз басқа діни сұрақпен барамыз деген логичный нәрсе деп ойлаймын, жастықтың несі бар. Сонымен ол кісілерге мен өзім діни сұрақпен жолығып қалыппын. Яғни ханафи мазхабында жүрген имамдарымыз, қазір ұстаздарымыз ол кезде оларға жолығып. Ол кезде мысалға басқа, например, мешіттің жамағаттарынан басқа проповедниктер тыңданып, әлі ол кезде болмаған шығар да ондай? Мешіттің ішінде болды. Найл дегендер, Ренат дегендердің бір шетін көріп қалдық. Мешіттің ішінде отырып айтатын болды, бұрыш-бұрышта. Андай үйлерде бөлек емес, мешітте ашық айтылатын болды. Кейін оның бәрі тыйым салынды ғой. Сондай жағдай. Сол уақыт, ол период сондай. Мешіттің ішінде де жатағымдар, сыртында да толып жүрген кез еді сол. Жалпы осы діни білімде сізді не қызықтырды? Діни білімде сол жаңағы нәрсе қызықтырды. Анадан сұрайсың, мынаны айтады, мынаны сұрайсың, мынаны айтады. Ертелендік, бала шағамыз өсіп келе, баламызға дінді өзіміз үйретейік, анадан мынадан сұрап жүрмесін, один брат сказал деген нәрсе болмасын деп, білім алуға қызығушылық танытып бастадым. 2012-11 шамасынан бастап. Жалпы осы Мысырға оқу туралы қалай басталды? Мысырға оқу жаңағы ойдан басталды. Білім алуым керекпін, ізденуім керекпін деген сияқты. Енді сол ойдан басталды. Мысырды таңдауымда себебінің бірі, ол негізгі себептердің бірі арзаншылық қой. Ол жақ арзан, доступны. Қазіргі мысалға Саудия мемлекетіне электронды визамен кіре береміз ғой. Бұрын ондай болған жоқ. Бұрын өте қиын болды виза алу деген сияқты. Египет ашық болды. Сол себепті сол жақ таңдалды деп ойлаймын. Ол қай жылдары? 2012. 2012. Ойдың өзі қашан? 12 или 13. Ойдың өзі сол шамаларда. Иә, сол шамаларда. 12-нің жазынан бастап мына араб тіліне деген қызығушылық таныта бастадым. Сол 13-тің басы ма екен, аяғы ма екен, 12-нің сол уақытта бірінші баруым. 13-тің басы сияқты. Ол кезде жасыңыз уже 23-тегі. Мектеп бітіргеннен кейін оқу орнында болған жоқпын. 9 бітіргеннен кейін болды. 9 бітірдіңіз, 16 жаста болдыңыз ғой, да? 16-тан сол 23 жасыңызға дейін жалпы өміріңізде қалай өтті жалпы? Сол жаңағы уже сол 2006-ның аяғы дінге қызығушылық танытып, қалған өміріміз дінмен өтті ғой. Үйлендік деген сияқты сол жерде. Үйленген жайлы айта аласыз ба? Жоқ, айтпай ақ қояйын. Можете просто сказать, қай жылы үйлендіңіз? 2009-да. Әйеліңіз намаз оқиды? Намаз оқиды. Жоқ, имеется в виду, танысқанда уже намаз оқиды? Иә, намаз оқиды. Жалпы Мысырды таңдадыңыз дедік. Дальше қалай болды? Қалай оқуға тапсырдыңыз? Жоқ, ол жақта оқуға андай бір определенный оқулар жоқ. Енді Азғар бар. Азғарға тапсыру енді қиын деп естідік. Білмеймін, оны зерттеп көрген жоқпын. Бірақ просто тіл орталықтары толып тұр. Мақсат тіл алу болды. Мақсат араб тілін үйреніп, кітап аудару болды. Сол дәрежеге жете болды. Енді мен отбасымды алып барған жоқпын ол жаққа. Отбасымның мына жақта болғаны менің тез келуіме бір септігін тигізді. Сол үшін бір аз уақыт болды, мен 1 жыл деген уақыт, білім жолында уақыт емес қой негізі. Бірақ құттай болса да бір сол түртіп келейін деген ниетпен бардық. Ол кезде уже жұмыс жасадыңыз да? Қай жерде? Жалпы неде, кетпей тұрып жұмыс жасадыңыз? Жұмыс жасадым, иә. Қандай жұмыс? Охран болып жұмыс жасадым. Получается, ақшаны накопили и барып. Ол да бар, иә, бір жағынан енді сол әйелімнің, әке-шешемнің бір поддержкасы бар жағында жіберіп отырған. Мысырдың қай қаласында? Искандрия, Александрия дейді қазір. Александрия қаласында болдым. Жалпы Египетке келгенде қандай сезімде болдыңыз Александрияға? Ерекше сезім, оны айта алмаймын. Жеткізе алмайтын сезімді. Қазірдің өзінде де мысалға интернетте Египетті көріп қаламыз ғой. Бір ерекше бір не болады, ностальгия ма қалай. Енді былай өзі мемлекет ретінде, қала ретінде енді бір сағынып баратын жер емес, бірақ бір оқу ретінде болады. Араб тілі, мен діни білім дегенде де мен айта алмаймын, андай бір фихи, ақида мәселесінде бір неге барып көрмеппін. Тек қана тіл орталығы ғой, бізде бар ғой, ағылшын орталығы деген сияқты. Дәл сондай тіл орталығы. Марказ деп айтады, центр. Ол кезде Атырауда ондай вообще центрлар болған жоқ. Именно араб тілін беретін мен көрмеппін. Тығылып беретіндер болмаса білмедім мен. Өзіңіз жалпы неліктен жастар радикалды ықпалға тез түседі деп ойлайсыз? Енді иә, ол жерде екі фактор. Біреу радикалды ықпалға түсіп жатқандар жоқ деп айта алмаймыз. Естіп жатыр, көріп жатыр. Екінші кешеде видеода айтып жатқан бірінші сол білімсіздік па деп ойлаймын. Жаңа сыни көзқарастың болмауы, тек қана менікі дұрыс деген сияқты. Сондайдың бір себептері болып жата ма деп ойлаймын. Тағы бір себептердің бірі мына шетелдің эмоционалды дауғатшыларын тыңдау. Енді бәріміз жас болдық,
эмоция батыс жақ, тем более кішкене эмоцияға жақынбыз деген сияқты. Енді жалпы мына қазір әлеуметтік желіні мен де қараймын, әлеуметтік желіде отырамын. Көбіне мына эмоционалды видеолар жақсы өтіп тұрады. Бәлкім сол әсер беретін шығар деп ойлаймын. Енді эмоция тек қана көп қой. Мысалы біреу жылап жатқан видео салады, біреу жылау эмоциясымен лайк басады, жаңа комментарий басады, ақпаратын күшейтеді да. Бәлкім сондай эмоционалды дауғаттарға, эмоционалды видеоларға шетелде отырып жіберіп отқан соларға еліктеп кетіп қала ма деп ойлаймын. Жалпы музыка тыңдауға болмайды деген ойда болдық жүрдік ол уақытта. Қазір қалай ойлайсыз? Қазір енді ханафи мазхабына жүгінеміз. Мазхаб қазір жеңіл ғой, Аллаға шүкір. Мазхабқа барамыз. Мазхаб қандай үкім шығарып берді сол. Ну вот, например, жалпы бұрын музыка тыңдауға болмайды деп не үшін ойлап жүрдіңіз? Енді эмоционалды дауғаттар ғой. Музыка харам, Аллах тағала Құранда бүйтіп айтып жатыр деп, бірақ оның тәпсірі бар, түскен себебі бар деген сияқты. Яғни ішіне кірмені буквалист қой, буквалды түрде түсіну ғой. Құран хадистерді. Вот, например, қазіргі жастар вот в последнее время тенденция болып баратыр, иә. Домбыра харам, музыка харам деген сияқты. Көріп жатыр, иә. Сол жайлы жалпы не айтасыз жастарға? Вообще мынау кеше мына Қазақстанға тарихқа қалай ислам келгені турасында қарап жатыр қой, енді қарап жатыр. Сол бір жоғары жақтан бір ілім алса деймін де, түптен көрсе бәрін, келсе былай, бәрі по полочкам бар жазылған негізі. Біз ортадан келіп соғып тұр да тек қана. Бәрін дінді, дәстүрді, ғұрыпты бәрін діннен бөліп тастады. Даладан келген бір нәрсе сияқты бөліп тастады да, эмоционалды нелер кірді, и мына жақта тек қана діннен басқа менікі дұрыс, қалған бәрі адасушы деген сияқты көріп қалды да, өйстіп бөліп тастады деп ойлаймын. Енді от сол кезден бастап жаңағы не, бірінші енді жұмыс қой, первую очередь қалаға келесің, жұмыс іздейсің деген сияқты. Сол кезден бастап жаңағы арман айтып жатыр қой, мақсат деген нәрселерді, соның бір несі болды да, уже жайлап бір оттар жана бастады. Екі нәрсе болды менің. Арманыма жетістікке келетін болсақ, сіз айтқан бала кездегі, ол сол кезде болған жоқ, сол Египеттен келгеннен кейін екі нәрсе болды. Біріншісі, бір кәсібім болса деп армандап ойлап қоятын едім, ер адаммын, әкемін деген сияқты, балдарға үлгі болатындай. Екінші, мына елге, жерге қызмет жасай алатындай бір мүмкіншілік болса менде деген сияқты. Сол кезден бастап басталды, Аллаға шүкір. Енді қазір енді сол нәрсе жұмыс, күнделікті кәдімгі өмір ғой. Вот Атырауда болғанда уже имамдармен сөйлесіп бастадыңыз ба? Жоқ, ол кездерде сөйлескен жоқ. Ол енді қазір сұраққа келеміз, сол кезде айтамын ғой. Қай кезде команданы бастадыңыз? Сол жаңа карантиннің кезі еді, карантиннен кейін иша намазына барамыз, құптан намаз дейміз ғой. Сол кезде ұстаздар сабақ өткізеді кішкентай. Сол сәтте, яғни мен ойлап жүрген ханафи мазхабы адасушылар, олар мынандай бүйтеді сөйтеді деген нәрсенің дәрістерінде басқа нәрсесін естимін да, кері нәрселерін естимін. Сол жерден бастап мындай жүрек ой келеді да, сонда біз жала жауып жүріп па бұл кісілерге деген сияқты. Бұл кісілер басқа нәрсе айтып жүр, біз басқа нәрсе айтып жүріп деген сияқты бір күмән сол кезден бастап пайда болады. Қай имам немесе ғалым сізге бұл ойдан шығуға көмектесті? Енді былай ашып айтсам болады ғой да. Ол сол кезде сөйлеп отырған кісі Ерболат Боханов деген, енді менен жас, бірақ ұстазым, ілім жағынан бауырым. Сол кісіні бір не істеп қалдым, көріп қалдым да сол сөйлеп жатқан. Енді сол кісіге маған бару керек болды сұрақпен. Яғни уже іште сыни көзқарас, көзі ашылып жатыр, былай ма деген ішкі жан дүние өзімен күресіп жатыр. Енді барып сұрақ қойғым келді сол кісіге. Бірақ білмеймін неге екенін ұзақ жүре бердім сол. Бара алмай жетпей. Содан кейін бір күні кәдімгі настрой қойдым, барам деп. Барып сол кісіге сұрап, мен сұраған кезде мынандай сұрағым бар, сіз жауап бер деген жоқпын. Маған кітап беріңіз дедім. Енді Алланың берген құттай оқи алатыным бар. Ол кісі мені қонақжайлықпен, бауырмашылықпен, мұсылманшылықпен қарсы алды. Өмір танымайтын кісі ғой, мысалы. Алды да өзінің сөресінде тұрған жаңағы полк үстіндегі кітабын беріп жіберді. Енді мен кітап жақсы көретін адам үшін мен білемін ол кітап не нәрсе екенін. Танымайтын адамға мен оны барып на эмоциях білмеймін, алып келемін ба, кейін алып жоқ болып кетемін ба деген сияқты. Жоқ, сенімділікпен берді да маған. Мен соны оқып келіп көрдім, что жаңағы жала екенін жабылып жатқанын. Содан бастап сол ұстаздар ортамен таныстырды, сол ұстаздарға жолығып әрбір сұрақтар соларға қойып бастадым. Ол жерде енді әсер еткен, жалпы маған қолдау білдірген сол Ерболат ұстаз, оның ағасы Нәркес ұстаз,
сосын сол кездегі біздің Атырау облысының бас имамы Алтынбек имамымыз ұстаз ағамыз өзінің ағалық несін насихатын ағалық ойларын беріп отыратын болды. Және де осы дін істері басқармасының жанынан құралған шапағат қорының теологы Берік Жаслан Берікұлы, сол бауырымыз тоже әрдайым қолдау білдіретін болды. Сұрақтарыма әрдайым сол кісіден жауап алатын болдым. Қайтып келген соң отбасыңызға және жақындарыңызға көзқарасыңыз өзгерді ме? Енді менің көзқарасым өзгерді ғой, бірақ маңыздысы олардың көзқарасы ғой. Оны мен енді тіке былай келмесе де жолдасым арқылы, былай басқа ағайындар арқылы естіп жатырмын. Жаңағыдай жақсы қарым қатынас, жақсы жағдайымыз біліп тұрады деген сияқты туыстардың айтып жатқан. Жалпы дұрыс жолда болмағаныңызды қалай түсіндіңіз? Енді жалпы менің ойымда өзімнің әрдайым ойда болатын болды. Мен дұрыс жолдамын ба, дұрыс жолда емеспін ба деген ой әрдайым болатын болды. Бірақ ол нәрсе білмеймін, бір орта бар, жаңағы күндізгі ауыл шаруалар бар, бәрімен жабылып кететін сияқты болды да. Сөйтіп осы Ханафи мазхабына өткенде көрдім да, дұрыс жолда емес екен, дұрыс жолда болмағанымды. Яғни ақ пен қараны ажырата алмағанымды. Білім мен жаңағы надандықты, ақыл мен ақылсыздықты ажырата алмағанымды көрдім. Бұрын салафи бағыттағы идеологияңыз, ұстанымыңыздары қандай болды? Мен енді Ханафиге өткеннен кейін, енді әлі де қазір Ханафи мазхабында ілім алып жатқан адам ретінде айтатын болсам, салт дәстүр, әдет ғұрып, қоғам, заң деген нәрселердің қазір, яғни сол діннен екен, діннің ішінде екенін көріп жатырмық та. Ол кезде діннен бөлек нәрсе, біреулердің ойлап шығарып алғаны, адасушылық деп көретін болдық. Яғни ондай детальдар көп. Музыканы алсақ та болады, өзіміздің жаңағы қазақи нелер, жаңағы домбыра болсын, или әрбір жаңа қазақи салт өзіміздің дәстүрлеріміз бар, солардың бәрін болмайды, жаңағы пайғамбардан, яғни біз ұштастыра алмадық та. Мен лично, мен біз демей ақ қой, мен өзім ұштастыра алмадым, яғни ығыстыра бердік та. Ал қазір мына оқып, кітаптарды ашып оқыған сайын көресің, бәрі сол діннен, ата бабаларымыз бізді әрбір салт дәстүрді, әрбір заңды діннен алғанын, діннен ұштастырғанын көріп жатырмын да. Ханафи мазхабы мен салафиттік көзқарастың тафсир мен хадисті түсінуде айырмашылығы бар ма? Әрине бар, айта аламын, без проблем. Салафиттік бағытта жүрген кезде хадис пен Құран мен жаңа хадисті, нақли дейміз ғой, нақыл дәлелдерді буквалды түрде түсінетін болдық, тіке мағынада. Яғни қауіпке апаратын дүниеде ол буквализм болатын болды. Яғни келіп тұрған хадисті тіп-тіке аламыз, келіп тұрған аятты тіп-тіке аламыз. Кейін жаңағы құттай бір ілім алып оқып көрген кезде оны даже пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтпаған болып шығады. Ал когда пайғамбар артынан жалған сөз сөйлейміз, оның қаупі қатері бар. Сол үшін де разница осы. Яғни Ханафи мазхабында жіктейді, Құранды, аяттарды, не үшін түсті, қалай түсті, қай уақытта қалай келді, хадистер мысалы жіктеліп бізге былай айтқан кезде шемешке шағып бергенде шағылып береді. Жоқ, мынандай бар, таныс бауырлар бар, бір үйде екі ағайынды, біреу Ханафи мазхабында, біреу жаңа салафиттік көзқараста. Екеуі келмей қалады, жаңа естіп жатамыз. Енді менің отбасымда, айналамда былай әйелімнен басқа былай туыстарым намаз оқымайтын болғасын, ондай вопроста келіп қалмаймыз. Көбіне сол ағайын туыстың арасында болып жатады. Достардың арасында жалпы көбіне андай ғой, қазірдің уақытында да естеймін, достардың арасында сразу бір жиналғанда айналмақ деген дүниелер бар, сондайда сразу келісіп алған діни тақырып қозғамаймыз деген сияқты. Андай сізбен бірге салафи бағытында болған достарыңыз болды ма? Иә, бар. Қазір де бар. Иә. Олар енді кешегі мен видеом шықты ғой, мазхабқа еру турасында тағы да ертең сабақтар шығатын болады. Сұрап жатқан бауырлар бар. Сонда мазхабқа еру керекпіз ба? Яғни соншалықты білімсіздік, даже мазхаб мәселесін қарамағанбыз ғой. Мазхабқа вообще не үшін ереміз деген сияқты. Не үшін ол мазхаб бекітілді? Бекітілген жергілікті мазхабқа еру керекпіз ба, керек емес па деген мәселелер толыққанды шығатын болады. Қазір енді Аллаға шүкір жаңа айтқан сияқты, екі арманым болды, мақсатым болды. Осы бір 25 жаста ойға келген. Соның бірі кәсіппен жүру, ол кәсіп жүргізу болса, екіншісі осы бір еліме, жеріме деген қызметте, дініме қызмет жасайтын бір мүмкіншілік болса деген сияқты. Кәсіпке келгеніме 2 жыл болды, ал осы қазір мына Жәрдем Атыраудың корпоратив қорының атты мүшесі болғаным осы бір айдың көлемінде болды. Аллаға шүкір, құттай болса да бір елге деген қызметім бар деп білемін. Бизнес сізге дұрыс жолда болуға қалай көмектеседі?
бизнес көмектесті де, яғни қоғаммен араласу. Мен жалпы қоғаммен шектеліп қалған екенмін. Соны түсініп жатырмын бизнесте. Адамдармен араласу, адамдармен сөйлесу, ашық болу деген сияқты нәрселерге өте жақсы әсерін беріп, яғни коммуникацияға жақсы әсерін беріп жатыр. Так, осы жолдан қандай сабақ алдың? Өткенге қайта барсаңыз, нені өзгертер едіңіз? Енді сіздерден келген сұрақтардың ішінде маған қатты әсер еткен осы сұрақ. Иә, мен жалпы өткенге егер мүмкіншілік болатын болса қайтуға, мен ештеңені де өзгертпей, біреу айтуы мүмкін, жаңағы бизнесті 20 жасымда бастар едім, бірдеңе деген сияқты, ештеңеге өзгертпей, жай ғана сол өзім ең бірінші дінге қызығушылық танытқан кезде осы ханафи мазхабынан мешіттің жаңа имамдарына, мешіттің қызметкерлеріне барып, осы ілім жолын сол жақтан бастар едім деп ойлаймын. Діни білім алу үшін шетелге барғысы келетін жастарға не айтар едіңіз? Ешқайда да бармай, өзіміздің осы даже мына Атыраудан алатын болсақ, көптеген мықты білікті мамандар, ұстаздар бар. Барлығын фундаментті мешіттен бастап, жақсы медреселер бар, ұстаздарымыз бар. Солардан ілім алып, сол бағыттан бастауды айтар едім. Шетелге бармай. Өйткені шетелде неше түрлі уағызшылар болуы мүмкін, неше түрлі адамдар болуы мүмкін, біздің елді жерді білмейтін, біздің салт дәстүр, әдет ғұрпымызды білмейтін, біздің заңды білмейтін. Сол үшін адам сол жақтан білім алып келіп, елге келгеннен кейін бір елді бір басқа нәрсе сияқты көріп, шектеп қалуы мүмкін. Сол үшін фундаментті білім алатын жастарға, дінге қызығушылық танытатындарға фундаментті Қазақстаннан, елімізден, жерімізден алуды. Яғни осы Қазақстанымыздағы медреселер, Нұр Мүбарак сияқты университеттер, соларды бітіріп алуды айтар едім. Радикалды ықпалға түсіп кеткендерге қандай кеңес берер едіңіз? Иә, жаңада айтқан сияқты, радикалды ықпалға түсіп кетіп жатқандар да бар, жалпы жастар да бар, уланып жатқан. Енді ең бірінші нәрсе, әрине біз Алламен қарым-қатынаста болғасын, Алладан туралы сұрау, кейін сол кішкене білім алып, ізденіп, екі жақты қарап, бір жақты тек қана менікі дұрыс деп емес, буквализмді қоспай салыстырып, бәлкім мынаяқтікі дұрыс шығар деген оймен кішкене қарап, жалпы осы сыни көзқарасты қосуды айтамын. Өзім көрген себептерінің бірі, енді өзімнен айтып жатқаным ол. Қазақстандағы діни білімнің болашағы қалай деп елестесіз? Енді Аллаға шүкір өте жақсы деп ойлаймын. Себебі мына медреселердің өздері де салынып жатқан сол нәрсені көрсетеді деп ойлаймын, діни білімнің күшейтіп келе жатқаны. Себебі кейбір медреселерде қазір орында болмай жатыр деп естіп жатырмын да. Енді ол Аллаға шүкір ынтасы алғысы келіп тұрған адамдар көп деп. Алдында бір баланы естігем, әке-шешесі мұнайда жақсы жерде жұмыс жасайды, сол бағытқа баласын түсіргісі келсе, ол бала жоқ, мен жаңағы теолог болғым келеді, дінтанушы болғым келеді деп, енді баланың өзін қалап тұрған нәрсесі қарсы бола алмайды. Солай Нұр Мүбаракқа түскен деп естіп жатырмын. Сондай бір қызығушылық болатын болса, осы өзіміздің жергілікті медреселерімізге, оқу орындарына солардың көбейіп келе жатқаны діни білімнің алдағы уақытта жақсы болатынын сенемін. Тоже сұрақ, можно не отвечать в принципе, а в целом, если сіздің балаңыз условно басқа дінді таңдаса, қалай болар еді? Енді мен бұрыннан айтамын оны, жолдасыма да айтатын едім, ешкімді мәжбүрлемейміз, біздікі түсіндіріп жеткізу. Мен осы нәрсені бұрыннан ұстанамын. Өзім ең бірінші бала болғаннан, мен білмеймін ол балам болашағы не күтіп тұрған. Любой бағытқа кетіп қалман, Алла сақтасын, мен әке ретінде түсіндірем, жеткізем, бірақ андай енді жек көріп кету, шектету, ондай нәрсе болмайды. Ол біздің отбасыда талқыланған мәселе. Яғни условно буддизм болса да. Енді мен ол мысалға мен намазға келгенде де әкем маған бір қарсылық білдірді. Қарсы, енді тіпті разы болған жоқ та, жассың әлі жаңағыдай деген нәрселер. Но мен өзім қалағанымда қалдым ғой. Сол сияқты мен де баламды бір суырып, соққыға жығып ондай нәрсе істей алмайды екенмін. Ол өзінің таңдауы. Мен баламен қарым-қатынас үзбеймін. Өйткені пайғамбарларда болған, балдары олардың артына ермеген. Бірақ ол кісімен балдармен қарым-қатынас үзіп, немесе ей сен мынандайсың демеген, керісінше ей балам андай еркелеткен түрде қарым-қатынас жасағанда. Алла сақтасын енді. Бүгінде иман сөзі сіз үшін нені білдіреді? Иман сөзі мен үшін Раббыммен қарым-қатынасты білдіреді. Ортадағы бір байланыс деп білемін иманды Раббыммен. Сіздің ойынша, жалпы, егер бала діни тақырыпта сұрақтар қойса, ізденсе, именно сіздің балаңыз емес, вообще в целом жастарда, оларға ата-ана қалай жауап беру керек деп ойлайсыз? Мешіттің ұстаздарына, енді өздері діни жаңағы
қандай болғанда да өзінің мамандары бар әрбір саланың, сол мамандарына жіберуді айтамын да ата-аналарға. Және осындай радикалды Айтып жіберейінші. Жалпы мешіттегі ұстаздар, олар ашық та, открыто, бәрі ашық. Мына жерде шапағат қорының қызметкерлері бәрі ашық. Ол жерге кәдімгі баласы қатты дінге қызығушылық танытып жатса, қолынан ұстап алып келсе, ешкім оны қайтармайды. Діни сұрақтарына жауап алады деп ойлаймын. Жалпы осы ата-аналарға жастарын радикалды көзқарастарынан қорғау үшін не істеген жөн деп ойлайсыз? Енді біріншіден ата-ана біздегі қазіргі мына қоғамда жалпылама проблема ата-ананың баласымен қарым-қатынас жасамауы, сөйлеспеуі. Бәрі телефонда, әлеуметтік желіде. Қазір енді әлеуметтік желіде бір алдында өзіңіз айтқан сияқты қатты жұмыстанып жатыр ғой, өздерінің эмоционалды дауаттарын таратуға да, идеологияларын. Сол үшін бір қарым-қатынаста жақсы неде байланыста болу керек деп ойлаймын, сөйлесу керек баламен. Енді мен қанша психолог болсын, басқасы болсын, ата-анамен бір минуттық бір сөйлесуге жетпейді деп ойлаймын. Қазір, например, мынандай таргет жүріп жатыр, Костецкий бар, Сосетлинский бар, сондай сияқты Шаузан деген. Яғни одан біз уже қорғана алмаймыз, себебі олар уже интернетте бар, яғни бала оны көріп қалады деген сияқты. Сол жайлы пікіріңіз қандай? Енді жалпы енді мысалы басқа мемлекеттерге алдында Қытайда болдым, например, WhatsApp жоқ, Instagram жоқ деген сияқты бір мемлекет шектеу қоя алады ғой. Сол сияқты бізде де бір мемлекет соған жауапты нелер жұмыс жасап, сол нәрсені болдыртпаса әрине жақсы. Бірақ өзіңіз айтқан сияқты ол жоқ, әрине именно радикалды көзқарасты таратып жатқан материалдарға, эмоционалды мынандай шетелдің уағызшыларына, видеоларына шектеу қойса, мүмкіншілік болып жатса. Енді әрбір видеода, подкастта бір кеңес сұрайды ғой. Кеңесім сол діни білімді, діни қызығушылықты ұстаздардан, білікті мамандардан алуды. Қазір мен түсінбейтін бірақ нәрсем, машинамыз бұзылса да, мысалға, көшедегі бір один братқа жасатпаймыз. Какой-то темірді біз дұрыс жасатқымыз келеді, маманға барамыз. Ол қымбат сұрау да мүмкін, бірақ осы дұрыс жасайды дегенге беріп жатады. Бірақ дінге келген кезде әрбіреуден или интернеттен ала салу, мен ойлаймын, қазіргі қоғамның бір дерті ме деп. Сол үшін діни білімді, дінге қызығушылық танытатын болса, жастары болсын, басқасы болсын, бір екі ойда жүрген бауырлар болуы мүмкін, қалай дұрыс жүрмін ба? Мен де болдым да ол нәрседе, олардың бойларын түсінемін да. Дұрыс жүрмін ба, бұрыс жүрмін ба дейтін болса, ашып, келіп сөйлесуге болады да. Яғни, иншалла, Аллах тағала хидаят береді.